Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз 20 ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. Ең басында қазақ АКСР-дің құрылуы мен Әлімхан Ермековтің қызметі туралы айтатын болсақ, 1920 жылы 26 тамызда Ресей құрамында Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылды. Оның алғашқы астанасы Орынбор болды. Және бұл автономияны құруда қазақ зиялылары үлкен рөл атқарды. Әсіресе Әлімхан Ермеков дейтін ерекше көзге түскен қазақ зиялыларының бірі. Ол қазақ АКСР-ның шекарасын анықтау ісінде белсенділік танытқан, қазақ жерінің барлық тұтастығын сақтап қалуға бар күшін салған. Және 1920 жылы 17 тамызда Иосиф Лениннің алдында жасаған баяндамасында Ермеков қазақ жерлерінің тарихи шекараларын дәлелдеп берген тарих арқылы. Және Орынбор, Ақмола, Семей, Торғай, Бөкей ордасы, Маңғыстау деген жерлердің барлығы қазаққа тиесілі екенін қорғап дәлелдеп берген. Мәдени құрылыстар мен оның қайшылықтарына келетін болсақ, 1920 жылдары кеңес билігі Қазақстанда мәдени өзгерістерді құлдыратуға жұмыс жасады және өзгертуге кірісе бастаған еді. Қазақ халқын жаппай сауаттандыру, ұлттық мектептер мен жоғары оқу орындарын ашу секілді шаралар қолға алына бастады. Бірақ та бұл өзгерістердің де жаңағы қарама-қайшы жақтары болды. Себебі ол біздің мәдениетті әлсірету, сауаттандыру арқылы, сол берген білім арқылы. Кеңес үкіметі себебі ұлттық мәдениетті коммунистік идеологияға бағындыруға тырысқан болатын. Дәстүрлі қазақ қоғамының рухани негіздері, мысалға ислам діні мен ұлттық құндылықтардың барлығын ескі заманның қалып кеткен ескі сарқыншақтар ретінде қарастырған болатын. Осы кезеңде бізге латын графикасына негізделген жаңа әліпби енгізілді. Бұл қазақ қоғамның білім деңгейін көтеруге септігін тигізгенімен, араб жазуымен байланысты тарихи мәдени мұраларды, бұрынғы архивтарды бізге оқып, болашақ ұрпақ оқи алатындай мүмкіндіктерден бізді айырып тастады деуге болады. Себебі бұрынғы архивтердің барлығы мәдени мұралар жаңағы араб тілінде жазылған болғандықтан, ал келешек келе жатқан ұрпақ араб тілін білмейді. Себебі олар латын әліпбиінде оқып жатыр, араб әліпбиін білмегендіктен. Сондай болашақта соларды оқи алмайтын халге жеткізді. 1920 жылдарда қазақ әдебиетіне келетін болсақ, кеңес билігінің ықпалымен жаңа сипат ала бастады. 1920 жылы кеңестік идеологиямен бейімделген шығармалар пайда бола бастады. Бірақ ұлттық рухтағы әдебиет те өз жалғасын тауып бастады. Себебі Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров сияқты жазушылар халықтың өмірін жырлады. Бұл кезеңде жаңағы Қызыл сұңқарлар, Бақыт жолында, Шұға сияқты шығармалар жарық көре бастады. Бірақ біздің зиялылар халық жағдайын жеткізетін болғандықтан, оларды баспадан шығарар кезде әдебиетке үлкен цензура қойыла бастады. Еркін ой пікір шығармаға еркіндік берілмеді. Және еркін ой пікір білдіруге шектеулер қойыла бастады. Мұстафа Шоқайдың кеңестер билігіндегі Түркістан. Мұстафа Шоқай ол Түркістан автономиясын құру жолында күрескен көрнекті біздің саяси қайраткер. Ол кеңес билігінің түркі халықтарына жүргізген саясатына қарсы шықты. Ол 1920 жылдары эмиграцияға кетіп, Батыс Еуропада кеңестік биліктің Түркістан халықтарына жасаған қысымын әшекейлейтін мақалалар жазады. Сонымен Батыс Еуропаға, басқа елдерге танытқысы келді кеңес билігінің былықтарын. Және оның кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі кеңес одағының ұлттық республикалардың шын мәнінде тәуелсіз болмағандығын
дәлелдейтін құнды зерттеу болған болатын. Мұстафа Шоқай ол кеңес билігінің түркі халықтарын қысымға алып, олардың ұлттық өзіндік болмысын жоюға тырысқанын айыптады. Соны жазды, басқаларға айтқысы келді, жариялағысы келді. Осымен сөзімді аяқтайтын болсам, 20 ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде маңызды өзгерістер орын алды. Қазақ АКСР құрылды. Қазақ халқының ұлттық автономияның ұмтылысының жемісін көрдік. Бірақ мәдени мұралармен және әдебиет кеңестік идеологияның ықпалымен өзгеріп кетті. Бұл қайшылықтар, кемшіліктер, және Мұстафа Шоқай секілді қайраткерлер кеңес билігінің шынайы бет-бейнесін әшкерелеуге тырысты. Және бұл кезең қазақ халқының